қуанышты жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарына білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Димаш Құдайберген Мехикода бүлдіршіннің тұсауын кесті. Әлемге әйгілі эстрада орындаушысы Димаш Құдайберген Қазақстан Республикасының Мехикода елшілігінде болып, қазақстандық диаспора өкілдерімен кездесті, деп хабарлайды Казнур.кз. Сыртқы істер министрлігінің мәліметіне сүйенсек, кездесу кезінде Димаш Құдайберген Қазақстан елшісі Алмұрат Тұрғанбековпен бірге тоғызқұмалақ ойнаған. Сондай-ақ 1 жасар қазақстандық Халид Йылдыздың тұсауын кесіп, балаға ақ батасын берген. Айта кетейік, Димаш Құдайберген Мехикода үлкен концерт берген еді. Әншінің қойылымдары 25 мыңнан астам көрермен жиналып, Латын Америкасындағы жанкүйерлер үшін маңызды оқиға болды. Тур барысында Қазақстан Республикасының ізгі ниет елшісі ретінде әртіс өңірдегі еліміздің мәдениеті мен тарихын насихаттады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.